әйелім 2 баладан соң туғысы келмейді, не істейміз? Мына сұраққа жауап беріңізші дейді. Ардақ, туатын кім өзі? Сен ме, әйел ме? Әйел туады ғой. Енді маған қойған не пайда? Оны күйеуге қою, әйелге қою керек. Сіз әйелді күту керек. Әйелдің денсаулығы бар. Ол адам, ол робот емес қой, бала шығаратын машина емес қой саған. Сондықтан оны күту керек. Дұрыс. Шариғат бойынша әйел адам бала босанады, 2 жыл емізеді, 1 жыл демалады. Сол 1 жылдың жылында көтереді, кейін 1 жылдан кейін босанады. 1 жылдан кейін босанады. Оның правасы ол. Қояндар сияқты бірден кейін бірі чатырлатып, дарын бауырымыздың баласы сияқты 31 қып туғызу шарт емес. Ол жақсы нәрсе емес, ол айналдым. Сондықтан бауырым сол, алтыным сол, семьяны, ол баланы көп екені жақсы, дұрыс нәрсе. Бірақ семьядағы, баладағы мәселе әйелдің денсаулығы да бар. Ертең сол әйелді сен туылған баланың қуанышына, мектебіне, школына,